20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ өнерінің дамуы қандай деңгейде болды? Қазақ музыкасы мен театр өнері жайлы не білесің? Өнердің музыка, кескіндеме, театр, кино, сәулет өнері тағы басқа түрлері бар. Осылардың ішінде музыка өнері 20 ғасырдың 20-30 жылдарында халықаралық деңгейде кеңінен танылды. Александр Затаевичтің «Қазақ халқының мың әні» кітабын оқыған француз жазушысы Ромен Роллан соншама нәзік әуезді көңіл күйдің құдіретіне, даланың сәнін келтіретін тамаша және салауатты әуендердің құйқылжуына тәнті болдым деп жазды. 1925 жылы қазақтың жезтаңдай әншісі Әміре Қашаубаев Парижде өткен дүниежүзілік көрменің этнографиялық концертіне қатысып, ағаш аяқ, дударай, қара торғай, қызыл бидай, үш бидай әндерін орындады. Қазақ әншісінің өнеріне тәнті болған француз халқы оған жоғары баға берді. 1927 жылы Германияның Франкфурт қаласында өткен дүниежүзілік музыка көрмесінде ән айтқан Әміре Қашаубаевты тыңдағысы келген халық көрме аяқталғаннан кейін де жібермейді. Дарынымен ән сүйер қауымды тәнті еткен Әміре гастрольдік сапарын ұзартып, Германия қалаларын ұзақ уақыт аралап өнер көрсетеді.